Мемлекет басшысы үкіметтің алдына 2029 жылға қарай ел экономикасына 150 миллиард доллар шетелдік инвестиция тарту бойынша нақты міндет қойды. Айта кету керек, биыл біз кем дегенде 25 миллиард доллар шетелдік инвестициялар тартуымыз керек. Бірінші жарты жылдықтың қорытындысы бойынша жылдық жоспар 40%-ға орындалды. 9 айда негізгі капиталға салынған инвестициялардың номиналды көлемінің өсуіне қарамастан, жылдық жоспардың тек жартысы ғана орындалып отыр. Бұл жағдайлар инвестиция тарту жұмысында жүйелі мәселелердің барын көрсетеді. Негізгі себептері сапалы жоспарлаудың, алдын ала талдаудың, ағымдағы бақылаудың және өңірлер мен орталық арасында тиісті үйлестіру жұмыстарының болмауы. Әкімдер мен министрлер инвестиция тарту мәселелерімен күнделікті айналысуға тиіс. Қайталап айтайын, әр министр, әр әкім инвестиция тарту мәселелерімен күнделікті жеке өзі айналысуға тиіс. Ол ең маңызды мәселе. Инвестиция болмаса, ол даму жоқ деген сөз. Мемлекеттік органдардың бірінші басшыларына жұмысты күшейтіп, инвестиция тарту мәселесін ерекше бақылауда ұстауды тапсырамын. Сонымен қатар, биылғы 10 айда жалпы ұлттық пулдың 105 инвестициялық жобасын пайдалануға беру жоспарланып отырғанын атап өткім келеді. 16 жоба бойынша іске қосу мерзімдері бұзылды. Бұл жүргізіліп жатқан жұмыстың мардымсыз деңгейін, сондай-ақ өңірлер басшылығы тарапынан бақылаудың жоқтығын көрсетеді. Көш соңында қалған өңірлердің әкімдеріне инвестициялар бойынша нысаналы көрсеткіштерге қол жеткізбегені үшін өз орынбасарларын тәртіптік жауапкершілікке тартуды тапсырамын.